Неге қыздар, біз құлпынайлы қатарымызды бастаймыз. Ол үшін міне, жүгімізді үзбейміз, жаңағыдай түйіндеп байлаймыз. Енді біз жұмыстың мына бетіне өтіп, мына келесі мына петлясы бар ғой, мына жерде біздің келесі мына петлядан мінекей көрініп тұр ма, келесіден воздушный петля іліп аламыз. Мына жерімізді осылай тартып кеңейтіп аламыз. Мына жеріміз қатты болып тартылып қалмау керек. Енді мінекей бізден бір воздушный петля іліп аламыз. Енді столбик с одним накидом тоқимыз. Мына жерден бастаймыз. 3 столбик с одним накидом тоқимыз. Біреу, мінекей, келесіні ортасына мына жерге арасынан алып отырып, екеу, енді үшіншімізді мына жерге үшеу, үшінші столбик с одним накидом, столбик с одним накидом, мінекей 3 столбик с одним накидом. Енді біз мына келесі көзден құлпынайымызды бастаймыз. Ол үшін біз осы жіпті осылай қалдырамыз. Жасылды, енді қызыл жіпті қосамыз. Мінекей қызыл жіпті қосу үшін біз мына екі жерден екеуін іліп аламыз. Мінекей осы жерге іліп аламыз. Барлығын ішінде қалғандарын жасыл жіпті де, мына қызылды және біз мынауымызды осылай астына тоқып кетеміз. Екей воздушный петля алмаймыз, бұл осылай столбик с одним накидом. Бір ілмекке бір жіп ілеміз, және мына көзден біз 6 столбик с одним накидом аламыз. Біреу, тура сол көзден екіншісін аламыз қызыл жіппен, және тура сол көзден үшіншісін аламыз. Үшінші, тура сол жерден төртіншісін алып, мінекей тура сол жерден 5, 6 аламыз. 6 столбик с одним накидом. Мінекей енді алтыншысы. Мінекей 6 столбик алдық. Енді соңғы жібімізді осылай созамыз. Мына жерге жететіндей болғанша міне. Осылай созып, сәл тартып. Енді біз астында тоқып келе жатқан жасыл жіпті аламыз. Мінекей алдында тоқып келе жатқан жасыл жібімізді алып, осы қызылда өткіземіз. Мінекей. Енді мына шетінен бастаймыз. Құр өзін әшейін іліп шығарып аламыз. Крючок тастаймыз жіпті бір. Келесіні екінші әр тоқылған столбик с одним накидомның арасынан осылай жасыл жіпті алып шығып отырамыз. Мінекей 2. Келесі столбиктің арасынан мінекей 3. Міне столбиктер тұр ғой, осының әр қайсысының арасынан алып отырамыз. Арасынан жоғарыдан емес, арасынан мінекей 4. 4 болды. 5. Және соңғысының арасынан алғанымызда 6 болады. Осылай жасыл жіппен 6 крючокта тұрады. Енді осыны мына жасыл жіпті айналдырып, осы 6-ның да ортасынан өткізіп шығарамыз. Мінекей өтіп шықты. Енді мына қызыл жіпті тартамыз. Тартқанда біздің осы неміз құлпынайға ұқсайды. Және мына былай ішкі жағын сыртқа қарай шығарамыз. Міне біздің құлпынайымыз. Енді мына жасыл жіпті мынаған іліп аламыз. Мінекей болды. Осымен біздің бірінші құлпынайымыз дайын. Енді қызыл жіпті де ешқандай жіпті кеспейміз. Арасында тоқып кетеміз. Келесі столбик с одним накидом жіп аламыз.
мына құлпынайдың жанындағы петлядан тағы да жасылменен 3 столбик с одним накидом тоқып отырамыз. Бір көзден емес, міне әрқайсысынан келесі көзден тағы біреу. Осылай келесінен тағы да біреуін тоқып отырамыз. Мінекей. Сонда 3 столбик с одним накидом тоқтық. Енді мына тұрған көзімізден қызыл жіппен 6 столбик с одним накидом аламыз. Мына қызылды ішіне көрсетпей жасырып тоқып келе жатырмыз. Ал мынау өзіміздің рабочий жібіміз. Енді біз бұда осылай жаңа көрсеткенімдей қызыл жіпке айналдырып аламыз. Жасылды тартамыз. Жасылдан өтпей керек, тек қызылымыз шығады. Жасылымыз қалады. Енді жасылды да қосып тоқып отырамыз. Мінекей накид аламыз. Мына көзден 6 столбик с одним накидом алып отырамыз. Құлпынайымыз шығу үшін мінекей. Екіншісі, келесі үшінші, келесі төртіншісі, бесіншісі және алтыншысы. Алтыншысын тоқып шыққасынан созамыз осы жерге дейін жеткізіп, және мына астында жасырып тоқып келе жатқан жасыл жібімізді алып, осыдан өткіземіз. Және мына шетінен бастаймыз. Арасынан бір жасыл жіп өткіземіз. Келесі. Мінекей аралары анық көрініп тұр ма? Мына арасынан әр столбиктің арасынан өткізіп отырамыз. Мінекей. Келесінен тағы өткіземіз. Одан кейінгіден тағы 6 болу керек, бізде өткені 4 болды. 5, 6 жасыл жіпті осылай крючокқа жинап аламыз. Және қызылды тартамыз. Мінекей. Енді рабочий жасыл жібімізді осы 6 жіп ненің арасынан өткіземіз. Мінекей. Осылай тоқып аламыз. Келесінен осылай тоқимыз. Екінші құлпынайымыз дайын. Енді келесіден столбик с одним накидом, 3 столбик с одним накидом тоқып шығамыз құлпынайдың қасынан жасыл жіппенен. 1, 2, 3. Сонда мына арасы ашылып, біздің құлпынайымыз жеке-жеке болып әдемі көрінетін болады. Осылай шығып келе жатыр. Ішінен ешқандай жібі көрінбейді. Біз жасырып тоқып келе жатырмыз. Енді қызыл жібімізден құлпынайымызды бастаймыз. Мына 2 жіпке өткізіп аламыз да, қызылды өткізіп тартамыз. Енді келесі көзден қызыл жіппенен 6 столбик с одним накидом өткіземіз. 1, 2, келесі 3, одан кейін мінекей 4, келесі міне 5, мінекей 6. Алтыншысындағы жіпті осылай созып, одан рабочий жасыл жібімізді өткізіп аламыз. Сөйтеміз да, жасыл жіпті ұстап, мына шеттен бастап алып өткіземіз. Пышный столбик деп айтамыз бұны.
2, 3, әр арасынан 6 болу керек. Егер 5, 4 болып қалып жатса, ол дұрыс емес. Және 7 болып асып кетсе де дұрыс емес. Міне осылай 6 болады. Осы крючоктан осы 6-ның барлығынан өткізіп, осылай тағы бір өткіземіз. Және қызыл жіпті тартамыз да, ішкі жағын былай сыртқа сәл шығарыңқыраймыз. Сол кезде біздің құлпынайымыз дөңгеленіп, әдемі болып шығады. Келесі көзінен бастап 3 столбик с одним накидом жасыл жіппен. Бізде мінекей осылай. Келесінен тағы столбик с одним накидом. Келесі көзден тағы столбик с одним накидом. Сонда міне жасыл жіппен 3 столбик с одним накидом. Енді келесі біз қызыл жіппен құлпынайымызды бастаймыз. Мінекей, мен осылай тоқыдым. Менде 6 құлпынай шықты. Сіздердің аяқ киім размерлеріңізге қарай шыға береді. Мысалы, бір размер үлкенде менде 7 құлпынай шыққан, ал мынада менде 6 құлпынай шықты. 6 құлпынай шықса, және жанынан жобалап осылай 3 столбикке туралап аласыздар. Және де міне қызыл жіпті осы жерден алып тастаймыз. Енді мысалы, біз мына жерден бастағанбыз, аяқтағанбыз. Енді біз келесі көзден аяқтайын деп тұрмыз. Осылай аяқтап, бізде сәл болса, біз бұл жерде мына жерден аяқтауымыз керек. Аяқтау үшін жай ғана осы ортасынан алып, қызылды арыстап тұрамыз. Арасына қосып тоқып жібереміз. Аламыз да бірден мына көзге өткізіп аяқтаймыз. Және де жіпті өткізіп мына жерін мықтап түймейміз. Енді біз мына құлпынайымыз жинақы көріну үшін соңғы бір қатар столбик без накида тоқып шығамыз. Мына жіпті сол кезде арасына осылай қосып тоқып жібереміз қызылды. Енді қайтадан жібімізді осылай әкеп, мына басына келеміз. Кейін жаңа бастаған жеріміздің жанындағы көзден біз жаңа мына жерден басқа келесі көзінен іліп аламыз. Келесі көзінен іліп аламыз. Мінекей, осылай келесі көзінен іліп аламыз. Және де міне бір воздушный петля ілеміз. Енді біз мына әр көзден столбик без накида тоқып шығамыз. Мінекей, әр көзінен осылай столбик без накида тоқып шығамыз. Біреу, келесінен тағы біреу, әр көзден столбик без накида тоқимыз. Енді біз 3 столбикқа тоқыдық. Енді біз жинақ көрінішіне құлпынайдың төбесіндегіден аламыз. Тура төбесінен өз тесік тұр, содан алып бір столбик без накида тоқимыз. Енді одан кейін жанындағы біздің алдыңғы 3 столбик с одним накидом, соның жоғарғы төбелерінен 3-еуін тоқып шығамыз. Келесі құлпынайға келген кезде құлпынайдың өзінің жоғары жағындағы тесігінен алып тоқимыз. Мінекей. Сонда біздің құлпынайларымыз осылай жинақы болып жиналады. Мінекей, тағы да 3 столбик без накида. Мінекей, осылай 3 столбик без накида осылай тоқимыз. Құлпынайдың жоғары жағына келгенде мына жоғарыдағы
көзден алып тоқимыз. Мінекей. Қатардың соңына дейін осылай жалғастырып тоқып шығамыз. Мінекей. Осындай өте әдемі біздің құлпынайларымыз. Мына жерде жоғары жағында тесігінен алып тоқып кетеміз. Мінекей, бізде осындай көктем мезгіліне арналған өте әдемі 8 наурызда сыйлыққа берсеңіздер өте керемет. Сіздерге менің осы видеом ұнаса, лайк басып, комментарий қалдырып кетіңіздер. Және де маған тіркелуді ұмытпаңыздар. Алдағы уақытта сіздерге сыртқа киетін аяқ киім түрлерін көрсететін боламын. Осылай әр көзден бір столбик без накидадан алып шығамыз. Алдық. Енді біз келесіне бос тұрған көзден осылай бітіреміз. Біз бітірген кезде қисық болмай, екеуі түзуінен шығу керек. Бізде осылай есептегенде мынадан бітірейін деп тұрмыз ғой біз. Мына екеуі бірдей болады. Алып, жіпті арасынан өткіземіз. Және өте қатты да тартпаймыз. Қатты тартсақ, мына жібіміз үзіліп кетеді. Осындай өте әдемі құлпынайлы аяқ киім шықты. Енді біз осы жерден аяқтаймыз. Және мына жіпті арлы-берлі өткізіп, біз алдыңғыдай жасырамыз. Көздерінен арлы-берлі өткіземіз. Мінекей, арлы-берлі өткіздік. Және осы жерден қырқып тастаймын. Енді қыздар, сіздерге мына алдыңғы жағы қатты ашық болып кетіп, ұнамай жатса, мына жер көзден алып, алдына бір қатар столбик без накида жүргізіп өтсеңіздер болады. Мінекей, біздің осындай құлпынайлы аяқ киіміміз дайын. Мынау кішкентай размер болғаннан кейін сіздерге өте кішкентай болып көрініп тұр. Ал мынау біздің кәдімгі 36 размерге келетін алды ашық аяқ киіміміз. Сау болыңыздар, мені қолдап, маған тіркеліп кетіңіздер. Және де сіздерден комментарий күтемін. Мен WhatsApp номерімді төменге қалдырамын. Егер тоқып жатсаңыздар, маған фотосын жіберуді ұмытпаңыздар.